Қайырлы күн, құрметті депутаттар және сессия қатысушылар. Аудандық мәслихаттың 11 депутатынан бүгінгі 41-ші кезектен тыс сессияға 10 депутат қатысып отыр. Оның ішінде 6 депутат Zoom арқылы. Кворум бар, сессия өз жұмысын бастауға құқылы. Сессия жұмысына аудан әкімі аппаратының басшысы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысады. Құрметті әріптестер, бүгінгі күн тәртібін бекіту керек. Күн тәртібі қолдарыңызда бар. Күн тәртібі бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Жақсы, оны дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Бекітілді. Сондай-ақ бізге бүгінгі жұмыс регламентін бекіту керек. Жұмыс регламенті қолдарыңызда бар. Жұмыс регламенті бойынша сұрақтарыңыз бола ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Бекітілді. Ұсыныстар мен ескертулерді есепке алып жинақтауды ұйымдастыру үшін бізге сессия хатшылығын сайлау қажет. Хатшылыққа 2 кісі сайлансын деген ұсыныс бар. Басқа ұсыныстар бола ма? Онда дербес нөмір 11 сайлау округінің аудандық мәслихатының депутаты Төлеген Сәрсенұлы Сәрсенов. Мәслихат аппаратының ұйымдастыру бөлімінің басшысы Марина Зуловна Садыкова. Хатшылықтың құрамы бойынша басқа ұсыныстар бола ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Жақсы, онда хатшылық мүшелері өз орындарына жайғасыңыздар. Енді күн тәртібін қарауға көшеміз. Бірінші мәселе бойынша сөз Руслан Қалауиден Ларғазиновқа беріледі. Несін осы өтесіне? Қайырлы күн, құрметті депутаттар, тұрақты комиссияның қатысушылары. При уточнении бюджета на 2025 год внесены изменения в доходной части, произведено увеличение неналоговых поступлений на 5,1 миллион тенге. Кроме того, учтено перенаправление средств между статьями расходов. Таким образом, уточненный объем районного бюджета составил 5 миллиардов 4 миллиона тенге. В уточненном бюджете учтена корректировка районного бюджета в декабре месяце в сумме 63,3 миллиона тенге в связи с увеличением средств из областного бюджета на средний ремонт подъездной дороги к селу Крупское 72,6 миллиона тенге, а также возвратом средств по обеспечению нуждающих лиц с инвалидностью необходимыми специальными средствами 9,2 миллиона тенге и перенаправление остатка от суммы невыплаченных кредитов по реализации мер социальной поддержки специалистов 5,1 миллион тенге. Распределение расходов ориентировано на решение социально значимых проблем района, а также с учетом первоочередных потребностей. В уточненном бюджете расходы направлены на выплату заработной платы и содержание центральной библиотечной системы Железинского района в сумме 9,6 миллионов тенге. Выплату коммунальных услуг и командировочных расходов государственных органов 6,1 миллион тенге. Учтена экономия от государственных закупок государственных органов в сумме 10,6 миллионов тенге. Также из расходной части бюджета района произведены перенаправления между бюджетными программами согласно поданных заявок администратору бюджетных программ. Баяндама аяқталды. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, сонда отыруыңызды сұраймын. Құрметті әріптестер, осы мәселе бойынша біз аудандық мәслихаттың шешімін қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз бола ма? Жақсы, сонда дауысқа саламын. Шешім жобасын қолдауды кім бекітуді қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Сессия жүргізу бойынша ескертулеріңіз бола ма? Жақсы, сонда барлықтарыңызға сессия жұмысына белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет. Так, уважаемые депутаты,